Саламатсызбы, 6 сынып оқушысы. Мен есімім Жұлдыз, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бұл каналда НИШ және БЕЛ емтихандарына дайындалуға арналған тегін сабақтар бар. Мен каналыма ең бірінші жазылып алыңыздар. Себебі күнделікті сабақтарды мен салып отырамын. Мына есепке қарайық, яғни математика, НИШ БЕЛға келетін математика пәнінен мына есепті көрейік. Есептеңіз, яғни амалдарды орындаңыз дейді. Енді бұл 5-ші сыныптың амалы. Бірінші жақша орындалады, мына амал. 1. Одан кейін бөлу, екінші амал. Одан кейін үшінші амал көбейту, одан кейін төртінші амал қосамыз. Ал бастайық. Бірінші азайтып алайық. 6,3 азайтылған 5,18. Енді біз бұл жерден нөлді жалғаймыз. 2, 1, 1. Солай ғой? Сонда 408,8 бөлу 1,12. Көбейтілген 0,1 қосылған 1,135 тең. Енді бөлуді орындаймыз. Яғни өтірден кейін 2 сан тұр, 2 орнуға жылжытамыз екеуінде. Сонда былай болады, 1, 2. Бөлеміз 112-ге. Енді 4-тен берсек асып кетеді, 3-тен берейік. 2-шім 6, 3, 3. Қалдық. Жоқ, 2, мына жерден бір орын сұраймыз. 7. Келеміз де 8-ді түсіреміз. Енді 7-ден берсек, асып кетеді, 6-дан берейік. 2 жазып бір ойда 7, 6. Мына жерде 6, мына жерде 5 қалады. 560. Енді бұл жерге біз 5-тен берейік. 0 жазып бір ойда 5, 6, 560. Сонда бізде шықты 365. 365-ді көбейтеміз 0,1-ге, оған қосамыз 1,135-ді. 365-ді 0,1-ге көбейтсек 3,165 шығады. Оған 1,135-ді қосамыз. Тең. 0 болып кетеді, 3-ге 1-ді қоссақ 4, ойдағымен 5. Сонда жауабы 5 болады екен.